Жабайы батыстың аппақ қар басқан даласында сайқымазақ Билл велосипедімен келе жатып, жақын маңда тұрған Луланы байқайды. Ақыры ол бір шіркеуге жетеді. Онда адамдар жаназа рәсімін өткізіп жатыр екен. Биллдің қауіпті екенін білетін жұрт оған жол беріп, табыттың ішінде жатқан адамның күртесін алуына мүмкіндік береді. Осы кезде Лула үйіне оралады. Оның ағасы Джек ата-анасының екеуі де шешек ауруынан қайтыс болғанын хабарлайды. Арада біраз уақыт өткен соң атасы Калеб келеді. Олар бірге дұға оқып, ата-анасымен қоштасады. Олар аурудың одан әрі таралмау үшін үйді өртеп жіберіп, Техастағы әпкесінің үйіне аттанады. Қараусыз қалған қалада Билл өз бандасымен қайта қауышады. Олар өзенге қарай жүріп, Калебтің отбасы паром үшін бірінші болып төлем жасағанын біледі. Билл Калебтен өз үшін де төлеуді сұрап, Лулаға қол сұқпақшы болады. Немересін қорғамақ болған атасы пистолетін суырады. Оны көрген бүкіл банды мүшелері де қаруларын кезенеді. Кенет паромның арқаны үзіліп кетеді, шу шығады. Шошып кеткен Калеб оқ атады. Оқ Биллдің басын жанап өтеді. Оған жауап ретінде Билл Калебті 2 рет атып өлтіреді. Содан кейін банды мүшелері Джекті есінен тандырып, Луланы ұрлап әкетеді. Біраз уақыт өткен соң, Сильвестр қаласында банды мүшелері дүкенге кіріп, керек жарақтарды ұрлайды. Дүкен иесінің қолында қаруы болғанымен, ол қорқып, олардың айтқанын орындайды. Сыртта Лула атқа мініп оянады да дүкен иесінің ұлын көреді. Ол баланы қашуға шақырады. Луланың дауысын естіген банды мүшелері бұрылады. Сол кезде дүкен иесі қаруын алып, оқ жаудырады. Оның оғы бір банды мүшесінің қолын жаралайды, ал Билл жылдам қимылдап, оны басынан атып өлтіреді. Лула қашпақ болғанымен балшыққа тайып құлайды. Дүкен иесінің ұлы оған көмектеспек болғанда Билл оны атып тастайды. Билл сыртқа шығып, Луланы қайтадан ұстап алады. Өзен жағасында Джек көзін ашқанда, Лула мен оның арбасының жоқ екенін көреді. Ол марқұм атасына арнап дұға оқымақ болады, бірақ оны аяқтай алмайды, себебі күйзеліске ұшырайды. Әпкесін табуға бел буған ол Сильвестрге жетеді. Ол жергілікті тұрғындардың көшеде жиналып тұрғанын көреді. Олар дүкен иесін өлтірді деп ойлап, Биллге ұқсайтын бейтаныс ер адамды ұстап алып, оны дарға аспақшы болып жатыр екен. Ол адам банды мүшесі болуы мүмкін деп ойлаған Джек одан Лула туралы сұрамақ болады, бірақ ашулы топтың арасынан өте алмай құлап түседі. Басын көтергенде Гектордың Джимми Сьюді ұрлап әкетіп, арбаға итеріп жатқанын байқайды. Бұл дүрбелеңде ешкім оның көмек сұраған айқайын естімей. Қала алаңында ұсталған ер адамды қайтадан соққыға жығады. Джек ол өлмес бұрын онымен сөйлеспек болып жүгіріп барады, бірақ ашулы тұрғындардың бірі оның кедергі болуына жол бермеу үшін Джекті иесінен тандырып тастайды. Орманда банды мүшелері аттарын тынықтыру үшін тоқтайды. Лула ағасының оны құтқаратынын айтады, бірақ Билл Джек қайтыс болды деп оған өтірік айтады. Билл бір серігінің қолындағы жарақатты емдеп жатқанда, Лула аттан қару ұрлайды. Алайда ол атуға қорқып, Билл оның қолынан қаруды тартып алады. Содан кейін ол Луланы жазалау үшін оның басына қарай бірнеше рет оқ атады. Таңертең Джек дарға асылған адамның жанында оянады. Егер оянбағанда, қабір қазушы оны да көміп тастамақшы болады. Юстас банды мүшелерінің солтүстікке қарай кеткенін айтады. Джек көлік жалдамақшы болады, бірақ ол Юстастың досы Джонсқа тиесілі екен. Тавернада Джонс қабір қазу жұмысы үшін төлем алмақ болады, бірақ Алдермен, басшы, келіскен соманың жартысын ғана төлегісі келеді, және Джонсты оның бойына байланысты мазақ етеді. Алдермен күш қолданамын деп қорқытқанда, Джонс дереу онымен төбелеседі. Бірнеше секундтың ішінде ақ ол бойының қысқалығына қарамастан әлгі жігітті құлатып, қолын кесіп тастайды. Содан кейін ол ақшасын алып кету үшін әлгі жігіттің басына қаруын кезейді. Алдермен достарына Джонстың артынан қууды айтады. Джонс оларды бәсеңдету үшін аттардың жіптерін кесіп жібереді. Топ оқ атқан кезде Джонсты жасырынып тұрған Юстас көлігінің артына отырғызып алып кетеді. Қаладан шыққан соң Джек Джонсқа әпкесі туралы және Биллдің басына үлкен сыйақы тағайындалғанын айтады. Джонс дүрбісі бар қаруын шығарып, Алдерменнің достарының әлі де оның артынан келе жатқанын көреді. Дүрбі оған олардың біреуін алыстан атуға мүмкіндік береді. Қорқып кеткен топ үйлеріне қайтады. Джонс Джекке көмектесуден бас тартып, Юстаспен бірге көлігімен кетеді. Джек өлген адамның атын ұрлап, олардың соңынан қалмайды. Осы кезде Билл Луланы ескі киімін шешіп, өртеп тастауға мәжбүрлейді. Ол көпшіліктің арасында ерекше көзге түспеу үшін оған өзінің ер адамдардың көйлектерінің бірін кигізеді. Сол түні Джонс ұйықтап жатқан Джекті атып тастамақ болады, бірақ Юстас оны тоқтатып, сыйақының олар үшін жұмысты орындауға тұрарлық болуы мүмкін екенін айтады. Джек оянғанда Джонс оған көмектесетінін, бірақ енді Джек оған жұмыс істейтінін айтады. Таңертең Алдермен тік ағайындылары деген атпен танымал Саймон мен Маликті Джонсты өлтіру үшін жалдайды. Ұзақ жол жүргеннен кейін Джонстың тобы тынығу үшін тоқтайды. Джек Калебтің отбасына айтатын жақсы христиандық дәйек сөздерді бөліседі, бірақ Джонс оның сөздерін түзетіп, олардың киелі кітаптан емес, Гамлеттен алынған дәйек сөздер екенін түсіндіреді. Келесі күні Лула дәрет сындыру үшін банды мүшелерінен тоқтауын сұрайды. Ол орманда тепе-теңдікті сақтау үшін бұтақтарды ұстағанда, қолын байқаусызда жарақаттап алады да, қан тамшыларын қалдырып кетеді. Сол түні Лула ұйықтамақ болғанда бір ер адам оны зорламақшы болады, ал қалғандары оны ұстап тұрады. Лула бір бөтелкеге қол созып, оны әлгі жігіттің басына ұрып сындырады. Содан кейін ол көмек сұрап айқайлайды. Билл оянып, шабуылдаушы Луланың қашпақ болғанын айтып, оны жамандап ақталғысы келеді. Бірақ Билл оған сенбейді және оны қатты жаралау үшін оның жыныс мүшелерінен ұстайды. Келесі таңда тік ағайындылары орманда Луланың қанын тауып алады.
Осы кезде Джек тобы аттарға ауыстыру және ақпарат жинау үшін бір қалаға тоқтайды. Джек бір тавернаға кіріп Джимми Сьюдің жезөкше болуға мәжбүр болғанын біледі. Ол оған бірден ғашық болып, оны жалдамақ болады, бірақ Гектор оның әлі ер адамдармен бірге болуға дайын емес екенін айтады. Джек табандылық танытады, соңында Гектор оның ақшасын алады. Жатын бөлмеде Джек Джимми Сьюді онымен жатқысы келмей, құтқарғысы келетінін айтады. Джимми Сью басында сенімсіздік танытқанымен, онымен бірге кетуге келіседі. Олар шығуға бет алғанда Гектор оларды бірден тоқтатып, Джекті құлатып, Джимми Сьюді шапалақпен ұрады. Джек онымен төбелеспек болады, және бірнеше соққы тигізеді, бірақ Гектор одан үстем болып, тіпті оның басын есептегіш үстелге ұрып соғады. Джимми Сью көмектеспекші болып, ол да таяқ жейді. Содан кейін Гектор Джиммиге айқайлап, оны кінәлап, бөлмесіне қайтадан жібереді. Джек осы сәтті пайдаланып, от жағатын темірді алып, Гекторды онымен соғып, есінен тандырады. Джимми Сью оған түкіріп, Джекпен бірге қашып кетеді. Олар Джонс пен Юстаспен қайта қауышқанда, Джимми Сью банды мүшелерінің соңғы рет орманда қай жерде көрінгенін айтады. Орманда Лула банды мүшесінен оны қайда апара жатқанын сұрайды. Әлгі жігіт олардың тығылатын жері бар, жетуге қиын қопалы жер, Феккет деп аталатын жерге бара жатқанын түсіндіреді. Ол сондай-ақ Биллдің бұрында көптеген қыздарды ұрлағанын және оның қашпақ болғандарын ұстап алғанын айтады. Кешке Джонстың тобы Биллдің серіктерінің бірін тауып алып, оны тергеу үшін байлап тастайды. Олар оны соққыға жығады, бірақ ол ештеңе айтпайды. Содан кейін олар оны шегелермен қинаса да пайда болмайды. Джонс үстелдегі қағаздарға қарап, Биллдің басына тағайындалған сыйақының өте аз екенін анықтайды. Ол аз ақша үшін бұл жұмысты орындаудан бас тартады. Ұрыстан кейін Джонс пен Юстас кетіп қалады. Джимми мен Джек егер ол ынтымақтасса, жараланған жігітке көмектесетінін айтады, сондықтан ол оларға қопалы жер туралы айтып береді. Бірақ Джек толығырақ сұраған кезде ол өліп қалады. Лулаға келер болсақ, ол ұйықтап жатқанда тұтқындарынан қашып үлгереді. Ол орман арқылы жүгіріп келе жатқанда, тікі ағайындылармен кездеседі. Олар оны қорғайтынына және оны өз лагеріне әкелетініне уәде береді. Билл атқа мініп келіп, Саймонды отқа итеріп жібереді. Малик қашып кетеді. Луланы қайтадан ұстап алғаннан кейін, Билл қайтып келіп, Саймонды дәл оның төсіндегі таңбасының тұсынан атып жібереді. Билл мен Лула кеткеннен кейін, Малик ағасы қайтыс болған кезде, онымен бірге болу үшін жүгіріп келеді. Келесі таңда Джек пен Джимми Джонс пен Юстасты тауып алып, оларға жаңа келісім ұсынады. Егер олар жұмысты қабылдаса, Джек қазір өзіне тиесілі Калебтің жерімен төлем жасайды. Джонс келісіп тіпті Джекке қару береді. Біраз жүргеннен кейін, олар бандының бір қалаға тоқтағанын біледі. Джонс ақпарат жинауға тырысып, виски сатып алу үшін тавернаға кіреді. Онда ол Биллді тауып алады. Ол оның бойын қорласа, ол Джонстың тыртық басқан бетін мазақ етеді. Таңқаларлықтай, Билл оны бұл үшін құрметтейді, себебі адамдар әдетте мұндай нәрселерді айтуға қорқады немесе тым ыңғайсыз сұрақтар қояды. Джонс та әдетте осындай мәселелерге тап болады және түсіністік танытады. Сондықтан Билл кетіп бара жатқанда онымен кәмпит бөліседі. Сыртта Лула банды мүшелерінің Биллдің ергежейлімен сөйлесіп жатқанын айтқанын естіп қалады. Джонс оны қабырғадағы тесіктен көріп, үй иесімен сөйлесіп тұрғанда Джек есімін өте жақсы деп айтып өтеді. Осыны естіген Лула ағасының өзін іздеп жүргенін біледі. Юстас пен топ қаруларын дайындап, ағаштардың артына тығылады. Бірақ Джонс атуға сигнал бермейді, себебі Лула атыстың ортасында қалуы мүмкін еді. Кенет Малик Джиммиді арт жағынан ұстап алып, оны кепілге алады. Джонс оны сөйлесуге итермелеу үшін ақылды сөздерді пайдаланады, ал Малик ағасына не болғанын айтады. Топ Биллдің соңынан түсіп келе жатқанын түсіндіреді, ал Малик кек алу үшін оларға қосылуға келіседі. Осы кезде Билл бір шіркеуді тауып, ашуланып ішіне кіріп, діни қызметкерге шабуыл жасайды. Кешкісін Джонстың тобы ең жақын қалаға тынығуға тоқтайды. Джек пен Джимми бір-бірімен көбірек сөйлесіп, соңында сүйісіп қалады. Келесі күні топ Биллдің шіркеуді өртеп жібергенін біледі. Дін қызметкерінің денесінде қорқынышты күйік тыртықтары болғанымен, ол тірі еді. Ол оларға қопалы жерге қалай жетуге болатынын, және Луланың көктемге дейін аман қалмайтынын айтады. Содан кейін ол Биллдің тыртықтары оның анасының кесірінен пайда болғанын айтады. Анасы қызын өзінің өмірінде болған көптеген ер адамдар үшін жаза деп санайды. Ол әлі бала болғанда Билл анасын үйдің ішіне құлыптап, өртеп жібереді. Дін қызметкері әлі күнге дейін айқайды есіне алады. Джек топты жүруге шақырады, ал Джонс оған басшының өз екенін ескертеді. Бала сияқты қаралатынына ашуланған Джек Джонстың қабілеттерінен қорықпай, оны қорлайды. Оның орнына Джонс Джиммиге азғын уақыт үшін ақша ұсына бастайды. Ашуланған Джек жемге түсіп, оған шабуыл жасамақшы болады, бірақ Джонс оны оңай құлатып оқ атамын деп қорқытады. Джимми олардың бәрінің де қорқып жүргенін, және мұны қалай шешу керектігін білмейтінін айтады. Ол Луланың не сезінгенін білетінін, және Джонстың ақша үшін емес, қызға жаны ашығандықтан көмектесіп жатқанын айтады. Олар топ болып жұмыс істеп, басшы болу туралы ақымақ дауларды тоқтатуы керек. Юстас оны қолдайды, ал Джонс ақыры қаруын алып, Джиммиден кешірім сұрайды. Орманда Лула Биллден оны өлтіресің бе деп сұрайды. Билл оны білмейтінін айтып, Лулаға деген сүйіспеншілігін көрсетеді, тіпті оның тізесіне басын қояды. Біраз жүргеннен кейін, қар жердегі іздердің бәрін жауып тастағандықтан, Джонстың тобы бандыны жоғалта бастайды. Алайда олар бас тартпай, қопалы жерге жетеді. Түн түскенде олар демалу үшін тоқтайды. Джонс пен Джек татуласады.
Джонс бала кезінде анасының қайтыс болғанын және әкесі оны циркке сатқанын айтады. Ол отбасын әлі күнге дейін есінде сақтайды, сондықтан әпкесі де оны есінде сақтайтынына сендіреді. Келесі күні топ ормандағы лашықта бандыны тауып алады. Олар дұрыс сәтті күткісі келеді, бірақ Малик кек алуға асығып, әжетхананың артына тығылып жасырынады. Бір адам сыртқа шыққанда Малик оған шабуыл жасамақшы болады, бірақ тез құлап қалады. Бандит пышақты алып, Маликті бірнеше рет қаһарлана пышақтайды. Джек оған көмектескісі келеді, бірақ Джонс оның орнын білдіріп қоятынын айтып, оны тоқтатады. Өкінішке орай, Джимми оны тыңдамай оқ атып бандитті құлатады. Юстас оларға бірінші болып шабуыл жасау керектігін айтады, сондықтан олар Джиммиді қауіпсіздік үшін артта қалуын айтып, алға жылжиды. Маликті өлтірген адам үштік оқ атпай тұрып, лашыққа қайтып оралады. Бандиттер терезе арқылы оқпен жауап береді, ал Лула тығылады, ал Билл болған жағдайды елемейді. Атыс жалғасып жатқанда топ алға жылжиды, ал Джонс үйдің артына жасырынады. Лула оны көріп, артқы есіктен шығады. Бұл ақыры Биллдің назарын аударады. Ол оқ атып, Луланы тұманды орманға сүйрейді. Юстас пен Джек банды мүшелерін қорқытып, Джек Джонстың ескертулерін елемей, әпкесін табу үшін орманға жүгіреді. Сол сәтте бір банды мүшесі Джиммиді тауып алады. Ол бандит оған секірмес бұрын оқ атып үлгереді. Олар қарда аунап, арпалысады. Ақыры Джимми оның үстіне шығады. Сол кезде олардың екеуі де өледі. Ол бандит өлмес бұрын өзінің ана тілінде бірнеше сөз айтып үлгереді. Сол кезде Джонс Юстастың атыс кезінде жараланғанын біледі. Оның бір ойы бар екенін айтып, ол дүрбісі бар қаруын орнатады. Кенет олар бір бандиттің жақындағанын естиді, сондықтан Джонс нысанасын іздеп жатқанда, Юстас оларды адастыру үшін сыртқа шығады. Дұшпан оны қар үстінде жанталасып арпалысып жатқанда, оны шабуылдап, соққыға жығады. Джек орманда келе жатқанда Биллдің күлкісін естиді. Ол ағаштың артына дәл уақытында жасырынып үлгереді. Билл оны көлеңкеден мазақ етеді, оның назарын аударып, содан кейін оның иығынан атады. Ол тұруға тырысқанда Билл оның екінші иығын да атады. Лула ағасының жанына жүгіріп барғанда Билл оны өлтірмек болады, бірақ оның оқтары таусылғанын байқайды. Лула мүмкіндікті пайдаланып, Биллді құлатып, оның бетінен ұра бастайды. Күлген Билл оны құлатып, мойнын тілуге дайындалып, пышағын шығарады. Жұдырықтардан басы айналғандықтан ол кідіріп қалады. Бұл Джонсқа оны басынан атуға жеткілікті уақыт береді. Билл өлмес бұрын анашым дейді де құлап түседі. Ағайындылар құшақтасып қайта қауышады, бірақ Джек қозғала алмайды. Ол әпкесінің қолында қайтыс болады. Бұл оның қатты күйзеліске ұшыратады. Джонс Юстасты іздейді де, оны қатты жараланған күйде табады. Юстас Биллдің өлгеніне қуанып, келгеніне өкінбейтінін айтады. Ескі достар бірнеше сөз айтып көздеріне жас алып, әдемі күннің көтерілгенін тамашалайды. Содан кейін Лула Биллдің басын кесіп алып, Джонс оған жақын жердегі шерифке апаруға көмектеседі. Ол Джонсты бұл жетістік үшін танымал еткісі келеді, бірақ Джонс кісі өлтірушінің атын жасырын ұстауын сұрайды. Олар үшін үлкен сыйақының шынымен бар екені тосын жаңалық болады. Жаңа киімдер мен атқа мінген Лула Джонсқа жалғыз қалғанын және онымен бірге келуін сұрайды. Кейінірек, Калебтің жерінде екеуі бірге өмір сүріп жатады. Олар артқы аулаларында Джекке қабір қазады. Луланың мойнында Биллдің пышағынан қалған тыртық болуы мүмкін. Осыған ұқсас видеоларды көру үшін жазылып, хабарландыруды қосуды ұмытпаңыз. Көргеніңізге рахмет.